топ рецепттің бірі мен үшін ең идеальный рецепт блинчиктің. Өткен себебі ішіне ең бастысы қопсытқыш, ашытқы ештеңе қосылмайды, уксус. Бір жасағаннан міндетті түрде шығады, өте жұқа болады, әрі дәмді болады. Жасап көрейік бірге. Ең алдымен бізге сүт керек, жылы болса да, салқын болса да бола береді. Осылай 2 бокал құямыз. Менің бокалымның өлшемі 200 мл. Осылай құйғаннан кейін бізге 3 жұмыртқа керек болады. 3 жұмыртқаны жарып салатын боламыз. Одан кейін үстіне 3 ас қасық бізде қант саламыз, толтырып. Шым тұз. Миксердің көмегімен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін өлшеп ұн салатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. 220 грамм ұн қажет бізге. Барлығы мен айтқандай өлшеп салсаңыздар, міндетті түрде сіздердегі блиніңіз идеальный шығатын болады. Ұнымыз салып, араластырып болғаннан кейін үстіне өсімдік майын 4 ас қасық құямыз. Онты араластырып, әдемілеп араластырып болған соң үстіне ыстық қайнаған су құятын боламыз. Қайнаған суда бокалмен 2 бокал толтырып көріп тұрғандарыңыздай құйып, миксердің көмегімен араластырамыз. Блиніміздің мінекей сұйықтығы осылай болады. Ең алдымен пешімізді, газымызды қыздырып аламыз. Содан кейін табамызды қоямыз. Табамыздың астына кішкене ғана май жағып, онтап, яғни газымыздың үстіне қойып, қыздырып алғаннан кейін ғана біз блинімізді құятын боламыз. Өте жылдам әрі тез піседі. Көріп тұрғандағыңыздай осындай әдемі боп жұқа болып пісетін болады. Кішкене 5-6 блини пісіргеннен кейін оттың астын шамалы ғана баяулатсаңыздар болады. Бұл блини өзі осындай өте жоғарғы отта пісетін блини. Әрі тез, жылдам, ең бастысы тәтті, дәмді болады. Жеп көріңіздер, істеп көріңіздер. Сіздердің ойларыңыздан шығады 100%. Ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Мінекей осылай барлығын пісіріп аламыз. Үйдегілерге қаймақпен, балмен ұсынсаңыздар, одан да керемет болады.